Елімізде оқушылардың 87% болашақ мамандығын ата-аналар мен мұғалімдерінің ықпалымен таңдайды. Осының салдарынан қазір еңбекке қабілетті адамдардың 60% өзі оқыған сала бойынша жұмыс істемей жүр. Ал сапалы кадрларды даярлау үшін жастарға бүгіннен бастап дұрыс бағыт-бағдар беру маңызды. Сол үшін енді жеткіншектерге мамандық таңдауға кәсіби мамандар кеңес беретін болады. Кәсіби бағдар сапалы мамандықтың кепілі. Осы мақсатта бүгін жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен кәсіби бағдар кеңесшілерімен кездесу өтті. Жиынға мектеп бітіруші жоғарғы сынып оқушылары қатысып, сұранысқа ие мамандықтар, олардың қандай қызмет атқаратындығымен танысты. Бүгінгі іс-шарадан алған әсерім, психологтардың, спикерлерден көптеген әсерлер алдым. Олар маған мамандықты қалай таңдау керегін және қалай жұмыс жасау керек, сол мамандықтар, болашақта қандай мамандықтар болады, сол туралы көптеген мәліметтер берді. Менің таңдап жатқан мамандығым программист, былай айтқанда IT ол болашақта сұранысқа ие мамандық. Бүкіл жерде мен өзімнің орын тауып кетуге, болады деген негіз бар. Мен болашақта осы Қазақстанның IT-ін дамытуға, сол мамандықты жақсы біліп, осы Қазақстанның IT-ін дамыту. Әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр Әл-Фараби, адам кез келген жұмысқа жарамды бола бермейді. Жұмысты неғұрлым жетік және жақсы атқарса, білгір және шебер болып шығады. Қандай әрекет, қандай іс істесек те, содан рахмет табу, соның рахатын көру біздің мақсатымыз болып табылады деген сөзі бар. Әрине, мектеп бітіруші түлектерді мен болашақта қандай мамандықты таңдасам екен, таңдаған мамандығыма қалай қол жеткіземін деген ойлар мазалайтыны белгілі. Қазіргі таңда мамандықтың түрі өте көп, таңдау жасау да оңай емес. Бүгін қаламыздың шалғайында орналасқан мектеп бітіруші түлектеріне арналған мамандық жайында іс-шара өткіздік. Жалпы осы мектеп бітірушілері мамандық таңдаған кезде көп қиындықтармен кездесіп жатады. Осы тұста жастар ресурстық орталығы арнайы психолог мамандарды және де осы мамандық таңдау бойынша спикерлерді шақырып, осы мектеп бітірушілеріне арнайы мамандық таңдау бойынша осындай дәріс жүргіздік. Осы дәріс жүргізіп болғасын түрлі сала мамандықтары бар. Сол бүгінгі іс-шарада осы төтенше жағдай саласын таңдап, бүгін осы қаламыздағы төтенше жағдай департаментінде экскурсия жасайтын боламыз. Енді мектеп бітіруші түлектері бұл мамандық таңдаған кездесетін қиындықтарының бірі. Ол жаңағы кейбіреулері ата-аналар таңдап жатады мамандықтарын, кейбіреулеріне жаңағы өзі таңдаған мамандықтарына қарсы болып жатады, ата-анасы болсын, немесе мұғалімдері болсын. Сондай-ақ бір достарының айтқанына еріп, мысалы мамандық емес, университетті таңдап жатады. Достар қай университет таңдаса, сол университетке түсем деп. Осы бойынша көптеген мағлұматтар бердік. Және қазіргі таңда осы заманауи қандай мамандықтар үлкен сұранысқа ие, сол бойынша да үлкен мағлұматтар беріп, ойлаймын, мектеп бітірушілері бүгінгі іс-шарадан өздеріне қажетті пайдалы ақпараттарды алды деп. Жалпы жыл сайын біз осы Шымкент қаласында орналасқан түрлі мекемелер мен жастар ресурстық орталығы меморандумға отырады. Бүгінгі таңда осы төтенше жағдай департаментімен меморандумға отыратын боламыз. Алдағы уақытта осы жыл бойы қаламыздың тұрғындарын төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша ақпараттандыру жұмыстарына біздің жастар ресурстық орталығының қызметкерлері, сондай-ақ қаламыздың волонтерлары жұмылдырып, жалпы қала тұрғындарын осы төтенше жағдай бойынша ақпараттандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Олар мамандықтарының қыр-сырын түсіндірсе, өз кезегінде оқушылар көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, олардың кәсіби қызметтері бойынша да қажетті мағлұматтар алды. Сонымен бірге түлектерге өздерінің қарым-қабілеттеріне қарай мамандықты таңдап, сол саланы жетік меңгерген жағдайда ғана жоғары жетістіктерге жететіндіктерін айтты. Сондай-ақ айтулы шара төтенше жағдайлар департаментіне қарасты өрт сөндіру депосында арнайы экскурсиямен жалғасты. Бұл кездесуде оқушыларға өрт сөндірушілердің қызметінің қыр-сыры мен оқыс оқиғалар бола қалған кезде бірқатар сақтық шаралары туралы айтылды. Гүлназ Асан, Дулат Ергешбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.